Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерге осындай дәмі өте керемет болып шығатын сан тортының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, шекер, шоколад, сары май, ұн, қопсытқыш және какао. Ең алдымен шоколад пен сары майды су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Мен осылай су моншасында ерітіп алдым. Үлкен ыдысқа жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, екеуін жақсылап көпіріп ағарғанша миксерлейміз. Жаңағы шоколадымыз бен сары майымызды ерітіп алдық. Енді бұны кішкене суытып барып, жұмыртқамыздың үстіне салатын боламыз. Кішкене суытып барып салмасаңыздар, жұмыртқа күйіп қалуы мүмкін. Енді құрғақ заттарымызды, ұнды, какаоны және қопсытқышты басқа ыдысқа салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттарымызды ситадан өткізе отырып, біртіндеп сала отырып араластырамыз. Бұл рецептпен менде 3 сан шығады. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай болып шығады. Пергамент қағазға трафаретімізді қойып, сызып аламыз. Мендегі трафарет А4 форматта. Қамырды салып, жан-жақтарын жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз пісті, енді трафаретімізді қамырдың үстіне қойып, жан-жақтарын бәрін кесіп шығамыз. Ыстық күйінде кескен дұрыс, өйткені суып қалған кезде, кескен кезде сынып кетуі мүмкін. Енді кремін дайындаймыз. Менде бұл жерде творожный сыр мен шекер, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сливкиді құйып, барлығын араластырамыз. Қою болып шығуы керек. Және сливки мен творожный сыр холодильниктен алынған, міндетті түрде мұздай болуы керек. Біздің креміміз дайын. Енді осыны қапшыққа саламыз. Насатканың номері 807. Насатка Вупипай тортының насаткасы. Егер насаткаңыз болмаса, қапшықтың басын кесіп тастап жасай беруге болады. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл жерде менде 2 сан, мен бұл рецептте тек 1 санды ғана көрсеттім. Қасындағы 8 санын осы рецепті қайталап, 8 қылып шығарсаңыз болады. Тортымыз осындай болып шықты. Енді бетін сәндеуге мен жеміс-жидектер қолданамын. Біздің тортымыз дайын, өте керемет, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аналарыңызға, әпкелеріңізге туған күніне сыйлыққа жасап берсеңіздер, өте керемет сыйлық болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер түсіретін боламын.